Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен бірге миксерсіз құймақ жасайтын боламыз. Осындай дәмді құймақтар ал кеттік. Ыдысымызға 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. «80 грамм қантымызды саламыз. Шамамен 4 ас қасыққа тең. Шөкім тұз саламыз. Енді массамызға 5 ас қасық ұн қосатын боламыз. Арнайы үккіштен өткізіп алуды ұмытпаңыздар. Жалпы қасық көлемі 11 қасық, қалған 6 қасығымызды кейін сүт қосқаннан кейін қосатын боламыз. Біраз бұлғаған соң өзі қалыпқа келе береді. Сүтімізді ақырындап қосып отырамыз және тоқтамай араластыра береміз. Ақырындап үлкен қасықпен ұнымызды сала береміз. Салған сайын жылдамдатып араластырамыз. Сол кезде бізде комочек болмайды. Массамызға 2 ас қасық май қосамыз. Тағы да біріккенше араластыру керек. Консистенциясы, егер сіз қасығыңызды салсаңыз, сұйықтық оған жұғып тұру керек. Табамызды майлап алдық, ал енді пісіруді бастайық. Қатты қызып тұрған отта сұйықтығымызды 45 секунд 1 минуттай пісіреміз. Төрт-бес блинчик сайын сұйықтығыңызды былғап тұруды ұмытпаңыз. Осылайша пісіруімізді жалғастыра береміз, достар. Ең бастысы тездетіп аударып тұру. Ал құймақтарымыз дайын, достар. Ас болсын. Рецептім ұнаған болса, арнама тіркеліп пікір қалдырыңыздар. Hadi